Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге ет пен ұннан жасалған өте дәмді, тойымды тағамның рецебімен бөлісемін. Ең алдымен қамырын дайындауға кірісеміз. Бір жұмыртқаны ұнға салып, оның үстіне тұз аралас суды құйып араластырамыз. Масса қоюлана бастаған кезде қолымызбен орташа қаттылықта қамыр илейміз. Иленген қамыр неғұрлым қатты болса, езілмей өте дәмді болады. Қамыр тынғанша бетін жауып, келесі кезекте етті дайындауға кірісеміз. Етті кезектеу етіп бөліп алдым. Достар, менің еңбегімді бағалап лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Пешті қыздырып, аздап май құйып, осы еттерді қызарғанша қуырып аламыз. Келесі бір үлкен пиязды жуып, оны сақиналап тураймыз. Дәл осылай етіп, сәбізді де тазалап, оны да сақиналап турадым. Сәбіздерді әдемі болу үшін екіге бөліп, келесі кезекте қайнап тұрған еттің үстіне осы пиязды салып қуырып аламыз. Жарты ас қасық томат пастасын салып, оны да қуырамыз. Достар, менің каналымда алдағы уақытта көптеген жаңа рецептер шығады. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ұсақтап турап алған сәбізді салып, оны бұқтыруға бетін жауып қоямыз. Келесі кезекте картопты да алып, дәл осылай етіп ұсақтап тураймыз. Ет піскенше қамырды дайындаймыз. Осылай етіп, оны жіңішкелеп жайдым. Қамырдың ортасынан баспай, шетінен жұқалап бассақ, біздің қамырымыз дөңгелектеу етіп, теп-тегіс болып жайылады. Достар, менің каналымда қамырды дөп-дөңгелек теп-тегіс ету жаю туралы көптеген мастер-класстар бар. Жайылып дайын болған қамырдың үстіне сұйық майды бір тегісті етіп жайып, келесі кезекте сәбізді үккіштен өткізіп, укроп қосып, дәміне қарай тұз салып, осылай жағып шықтым. Балалар сәбіз жемейтін болғандықтан қамырдың жартысына ғана септім. Осылай етіп, бір келкі етіп орап аламыз. Қамырды ұсақтап турап, сәбіз қуырылғаннан кейін оның үстіне картопты салып, дәміне қарай тұз және бұрышын салып, картоп батқанша су қосамыз. Қайнап бастаған кезде дайындап алған қамырларды бетіне салып, баяу отта 40-45 минуттай пісіріп аламыз.